Саламатсыздар ма? Түркістан қаласының тұрғындары және Түркістан қаласына келіп жатқан қонақтар. Біздегі қолөнершілер орталығы Түркістан қаласының әкімі Әзімбек Пазылбекұлының қолдауымен қазіргі таңда үлкен жобалар іске асуда. Бұл қолөнершілер орталығы сол өзіміздің қазақтың әдеби қолөнерлерін ғана көрсетпей, бұл жерде басқа да үлкен жобалар іске асырылуда. Біздің мәдениетімізді дамытатын мақсатта осы қолөнершілер орталығында бірнеше қолдан жасайтын өнерлер бар. Оның ішінде киізді қолмен тігу, керамика жасау. Алдағы келе жатқан 18 маусым күні осы қолөнершілер орталығында фэшн дейді ғой, қазақ қыз-келіншектердің киімдері, өнерлерін көрсету мақсатында осы жерде үлкен іс-шара болады. 19 күн үлкен тағы іс-шаралар болады. Ұлттық ойындарымыз бар, асық ату, садақ атуымыз бар. Тек қана қолөнершілермен ғана шектелмей, туристерді тарту мақсатында үлкен іс-шаралар ұйымдастырылуда. Оны өздеріңізді осы Түркістан қаласындағы қолөнершілер орталығына бәріңізді шақырамыз.